Енді бұл жаңағы жұмыстан шығудың басында себеп осы жаңа нені кішкене бірдеңені қалыптастыруға болды да соныменен жүрдік. Қанша жыл істедің? Сенделіктеп жүргенде міне 12 жыл істеппін өзі. 13 жылға энергетика саласында. Енді бір білдеймін аман болды ол жерде. Жаңағы неміз жоғары болды ол жұмысымыз. Кәдімгі старший сондай жақсы жауапты ең үлкен қазандықты істедім Алматыда мысалы. Сонда түйгенім айлық шайлығыңа да жетпейді. Сонымен алданып өмір сүре береді екенсің. Кәпкөрім жоғары айлық алып тұрдыңыз. Бірақ енді ол алып тұрдың. Бірақ ол жерде сен жаңағы еркіндігің жоқ. Болмаса өзің бір сыдырғы өмір болып қалды да. Сонымен жүріп, одан мына денсаулықтың да жағдайы келмей қалды. Сөйтіп жүргенде екеуміз өткенде Құдай сәтін салайын дегендегі неге барып қайттық қой. Көлсайға барып бір жақсы бір сәт болды. Әңгімені сол кезде ойладым, хан айтты, ей, мына жұмысыңды таста деді. Осы жұмысты тастасаң сен аш қалмайсың, бір жол табасың. Сонымен айтты, сен мына мебелді қолға алып жатыр екенсің, осыған бұр, ананы таста дейді. Содан кейін иә, екі кеменің құйрығынан ұстаған суға кетеді деп, өзіміз Көлсайда қайықтың бетінде келе жатып, сол кезде бір ойладым ғой. Рас шынымен де талтайып шпагетке отырып қалып жүрмейін, біресе мына жұмыс, біресе деп. Содан осы хан досым шыны керек бір ұстаз тұтты мен. Өмірдегі досым, жан жақын көретін бала кезімізден жанашырлықпен айтып тұр деп. Тәуекел дедім де, тастап жұмыстан шықты. Енді жұмыстан жібермеді. Бір ай созды, 2 ай созды. Осы күден кейін кетемін дедім. Кедейдің бағын бойлаған бесешкі деген. Сол айтқан дедім. Әзір жібердім, өзім көп боласың, өзім қимас 13 жыл істеген бірге коллективім. Иә, бауыр басып қалған жайлаймақ қой. Енді шығып кеттік, Құдайға шүкір. Қазір жаның тыныш қой. Сонда жан бағалады екенсің? Жан бағады екенсің. Негізі өмір өзің еркіндігің, өз қолың деген ғой. 12 жыл не қылып жүрген? Иә, сол әңгіме енді шығып отыр ғой. Енді қара, мына дүние кезек деген не деген деймін да. Енді жұмыста білдей бастық жаңағы, начальник смендар ғой жаңағы, үлкен бастықтан кейінгі. Сол балалар мен қол астыма келіп күндік істеп жүрді. Солар айтады, Беке дейді, сен ертесінде дейді, күндіз сменге отырасың, бірдеңе ойлап отырасың. Болмаса ана бір шертір сызып отырасың, қалып кетіп отырасың дейді да. Сол кезде айтады, Бәке кішкене ұйықтамай қарап отырсаңдаршы деп. Шынымен де жауапты жұмыста ма жерде? Халықтың, ел жұрттың, ол шыны керек бір үлкен сауапты жақсы жұмысы ғой, бірақ адал айлығыңды аласың, леви прави деген жоқ, сондай жақсы жер ғой біздікі. Жұмысым. Бірақ ол жер бір сыдырғы өмірді ана, бір осылай келесің, осы қатып қалған, ананы көресің, осыны істейсің, компьютер қарайсың, ананы жазасың, бүйтесің, тура соны ұстайсың. Болды, сонымен қайтасың ғой, бір жол, қайтып бір жолмен келесің. Сол жолдан айтып, бұзып жарып шықтық қой мен, Құдайға тәуба. Ісіңнің берекесі. Иә. Қазіргі жұмысыңа қандай? Разысың ба сонда? Қазіргі жұмыс өзің үшін да. Таршамайсың ба? Біреу үшін емес. Қазір қайта адамға энергия бітеді екен. Күш қуат береді екен. Ана жұмысын істеп жатасың, уақыттың қашан өтіп, қашан түс болып кеткен. Ой, әке, чайға кел деп жатады. Ой, келдім міне дейсің, сонымен шайтаманың бала-шағаңмен арқа-жарқа шығып аласың да, ал кеттік дейсің. Балалы базар деп сол бала-шағаның ортасында, есіктің алдында өзіңмен өзің. Ал кетем десең кеттің, жүрем десең жүрдің. Қандай жақсы. Өмірдің ләззатын жақсы сезіне бастадың дейсің ғой. Өмірдің ләззат рахаты негізі өз қолыңда екен. Атыңның басын қалай бұрасың, қалай тежейсің, соның еркіндігін алу екен. Сонымен негізі кеше бара алмай қалдым. Барғанда осы жөнінде кішкене тиянақта бірден айту керек. Адам деген негізі сол сүйген несінен шығарады ғой. Нәтиже шығарады да. Сүйген жұмыстан шығарады. Баяғыда